Қаттаманы дайындау үшін бізге ең алдымен ыстық суға тұзды салып араластырып аламыз. Одан кейін електен өткізілген ұнның үстіне ыстық суды құйып, лопаткамен немесе қасықпен араластырамыз. Бірінші кезде ыстық болады. Одан кейін қолмен иіле бересіздер. Иілеп, жақсылап 2-3 минут немесе 5 минут аралығында июі қанғанша илейміз. Одан кейін целлофанға немесе пищевой пленкаға орап 5-10 минут тындырып қоямыз. Бес 10 минуттан кейін ашып, тағы да июін кішкене қандырып, тағы 2-3 минутқа қоямыз. Июі қанған қамырымызды алып, бешбармақтың қамырында етіп жаямыз. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жақсылап жаямыз. Жұқа болған жақсы. Оған дейін біз маргаринімізді ертіп ала береміз. Жайып болғаннан кейін маргаринімізді құйып, арасына жағамыз. Жақсылап. Бар жеріне тию керек маргарин. Одан кейін осылай видеодағыдай ораймыз қамырымызды. Оралған қамырымызды 160-170 грамм аралығында бөліп алдым. Сол кезде менде 8 дана шықты. Жан-жағына ұн сеуіп, қорықпаңыздар, ашылып кетпейді. Одан кейін бетін пленкамен жауып, тоңазытқышқа саламыз. 15 минут немесе 20 минут тұру керек. 15-20 минут тұрған қамырларымызды алып, жақсылап бәрін жаямыз. Қатты жұқа болмау керек. Мен 8 штукты жайып болдым. Оған дейін табамызды ысытып, бір қасық май құйып, соның үстіне қамырымызды саламыз. Одан кейін келесінің бетіне аударғанда да бір қасық май құямыз. Сұйық май. Екі бетінен аударып пісіріп